Абай облысында қоңыр аю қаптап, шаруа қожалықтарына ойран салып жүр. Күндіз түні малға шауып, қораға кіріп, ауыл тұрғындарын әбден әбігерге салған жыртқыштан халық үрейленіп отыр. Шаруалардың айтуынша, биылғы шығын бұрын соңды болмаған мөлшерге жеткен, ал аюды атуға рұқсат жоқ. Мұна төбен бәрін қопарған аю. Міне, мұнан бәрін бычтын шығарады төбенің бәрін. Міне, түгін қалтырмайды. Аю қорасын бұзып кіріп, малын қырып кеткенін айтқан Мейрамғалым Жармағанбетов қазір өріске шыққанда қару асынып жүруге мәжбүр. Малдан бөлек өздерінің қауіпсіздігіне де алаңдаған шаруалар аю жайлаудағы табынға да ойран салып жатыр дейді. Мен ауылым Қапанбұлақ, бір ауыл, Егінбұлақ көршілес ауыл уже жылқысына дейін жеп жатыр. Мына жағым Жармадан маған жігіттер шығып сөйлесіп тұрды, қанша бас кеткен білмеймін, бірақ айтып тұрды. И Нарбота, 5-ші ма? Нарботаның өзінен уже ақырғы рет маған звондады, бір жұма бұрын. Міне 17-ші басымда кетті деді. Сен не істедің? Менен 8 кетті, жылқыдан 3 кетті дедім. Жаздан бері біздің малымызды аю қырып жатыр. Мынандай сұмдықты көргім жоқ әлі. Осындай күз көшекті жататын малымыз, бұзауымыз жайлауда. 2 сиырымызды жеді, 5-6 бұзауымызды жеді, малшымыз жүреді, өзіміз жүреміз, қорқамыз, өзімізге де шабамын деп. Шаруалардың айтуынша бұл мәселе бірнеше жылдан бері айтылып келеді. Әкімдік уәде бергенімен түбегейлі шара қолданылмаған. Бірақ биыл Жарма ауданында арнайы комиссия құрылған. Мамандардың айтуынша тамыз айында Қалбатау ауылында аюлар омарта мен малға 3 рет шабуыл жасаған. Комиссия құрамына жергілікті атқарушы орган өкілдері, құқық қорғау органдары, тиісті басқарма басшылары, сондай-ақ мемлекеттік үлгідегі аңшылық куәлігі бар және қаруды сақтау мен алып жүруге рұқсаты бар 28 азамат енгізілді. Әзірге аудан әкімдігі тұрғындардан жаңа шағым түспегенін айтып отыр. Десе де қоңыр аюдың ауыл ішіне кіріп кетпесіне ешкім кепілдік бермейді дейді тұрғындар. Ауылда торлап жүрген аюдың нақты саны белгісіз. Ал жыртқыштың кесірінен шығынға батқан шаруаларға өтемақы төленіп жатқан жоқ. Динара Ерболқызы, 7-ші арна, Абай облысы.